егер де әдет қалыптастыру және оны ұстап қалу қиын болып жатса, осы видеоны қара. Бүгін бір кітап бір ой айдарында Джеймс Клердің «Атомдық әдеттер» атты кітабы. Ол кітапта не айтады? Әдет қалыптастыру үшін біз қалай ойлаймыз? Біз айтамыз, бүгіннен бастап 5 километр жүгіремін, ерте тұрам, 50 бет кітап оқимын деген сияқты өзімізге бір әдеттер қоюға тырысамыз. Және ол басында мотивациямен көбісін істеп жүреміз. Бірақ уақыт өте келе бізге оны ұстап отыру өте қиын болып кетеді. Сол үшін басында от болады, ортасында сылтау айтамыз және соңында ұмыт болады. Енді бұл кітапта әдетті ұстап қалу үшін, әдетті қалыптастыру үшін ең оңай жолын айтып береді. Ол әдет неғұрлым кішкентай болса, соғұрлым дұрыс болады. Мысалы, сіз айтасыз, күніне 5 километр жүгірем деген сияқты. Енді 5 километр демейсіз, 500 метр деп өзіңізге қоясыз. Мысалы, күніне 50 бет кітап оқимын емес, күніне 2 бет кітап оқимын деген мақсат қоясыз. Өйткені әдет қалыптастыру деген біздің өзіміздің өзгеруге ми барлықта қарсы болады. Негізінен статистика бойынша әдетті қалыптастыруға 66 күндей қажет екен. Сол үшін әдетті бастаған кезде бізде бір басымызда бір ой тұру керек. Осы әдетті мен 66 күн бойы ұстай аламын ба деген сияқты. Егер әдет неғұрлым кішкентай болса, біздің соғұрлым 2 айдай осы әдетті ұстап жүру ықтималдығымыз жоғары болады. Енді бұл кітапта одан бөлек көптеген ақпараттар келтірілген, көптеген мысалдар келтірілген, көптеген ақпараттар әдеттер туралы, өмір туралы өздерің оқып шығыңыздар, өздеріңізге көп пайдалы ақпараттар аласыздар деп үміттенемін. Бұл айдардың мақсаты кітаптың мазмұнын толық айтып беру емес, бұл бір ойландыратын бір ойды айту. Және сіздер сол ойды ойланып, түсініп, өздеріңіз пікір қылу. Егер ақпарат пайдалы болса, ардақ жазыла кет.